Сәлем достар, сіздермен бірге Кинофон арнасы. Бүгінгі видеода біз драмалық жанрдағы фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Бұл фильмнің аты «Ұсқынсыз үйректер» деп аталады. Егер дайын болсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Мейнім өте ұялшақ ынжық қыз. Ол үнемі басына қорапты тағып жүреді. Ол үнемі сана жағынан ауыратын еді, өйткені ол өзінің түрін жек көреді. Қыз өз-өзін әлемдегі ең ұсқынсыз адам деп сендіріп тастаған. Және ол ұсқынсыз бетті қорапта жасыру керек деп өзіне заң шығарып алған. Арғарай біз Мейнім 3 жыл бойы өзінің түрін айнадан көрмеген және үйден шықпағанын білеміз. Ол өзінің анасының түрін де білмейтін еді. Мейнім өзінің әкесімен туған бауырымен өмір сүретін еді. Олар Мейнімнің өміріне қатты алаңдайды. Бауыры үйіне қайтып келе жатып ұрлық жасағанын отбасына айтады. Ол әкесінен таяқ жемес үшін қарындасын сылтау қылып онымен әңгімелесіп кетеді. Қыз болса өзінің жағдайының кесірінен жынды болып кеткен. Оған қораптың ішіне демалу өте қиын. Ал бауырлары болса оған барынша көмектесуге тырысады. Арғарай қыз өзінің қалай ұсқынсыз үйрек болғанын баяндайды. Мейнім өзінің 13 жасында басқа қыздар секілді сұлу болады. Ол өз-өзіне қатты сенімді еді. Ортаңғы сыныпта ол мектептегі ең сұлу балаға қыз бен жігіт болып жүруді ұсынады. Бірақ бала оның ұсынысын қабылдамайды. Оның орнына оның берген сыйлығын жерге лақтырып тастайды. Және оны әлемдегі ең ұсқынсыз қыз деп айтады. Ол тіпті өзінің бетін жасыру үшін қапшық кимекші болады. Баланың айтқан сөздері қызға өте ауыр тиеді. Ол әлемнен өзінің бетін жасырғысы келеді. Жігіт оқитын мектепке де барғысы келмей кетеді. Әкесі қызының өте әдемі екенін түсіндіре алмайды. Әкесі оның қатты травма алғанын түсінеді. Сондықтан оны мектепке апарудың орнына үйінде оқытқызады. Мейнім жылдар бойы айнаға қарамай үйден шықпай отырады. Бірақ бір күні ол далада тап болады. Көшеде Мейнімнен бір жігіт көмек сұрайды. Ол көмектесу үшін барғанда одан ұялып бетіне қапшықты киіп алады. Және ол өзінің бетін жасырып жүретін болса ешкімнен ұялмайтынын түсінеді. Соңында қорап бұзылып қалады. Оның отбасысы кейде Мейнімнің бетін көріп қалады. Бірақ Мейнімге өз бетін олардан да жасыру ыңғайлы болады. Ол өзінің жарты уақытын онлайн адамдармен араласу арқылы өткізетін еді. Қыз онлайн адамдармен араласқанды жақсы көреді. Себебі онлайн араласу арқылы оның бетін ешкім көре алмайды. Келесі күні әкесі дәрігерге барып қызына дәрі жазып беруді сұрайды. Дәрігер Мейнімнің ауру емес екенін түсіндіреді. Дәрігер Мейнімді Хикки деп аталатын жасөспірімде болатын құбылыс екенін айтады. Ол құбылыс бір күн, бір ай, тіпті бір жылға дейін созылуы да мүмкін. Бірақ бұл құбылыс дәрігердің айтуынша қауіпті емес, өйткені ол әлі де өзінің отбасысымен сөйлеседі. Ол қыздың басқа адамдармен сөйлесуге мүмкіндігі бар екенін дәлелдейді. Дәрігер егер қыз отбасымен де сөйлеспейтін болса, оны далаға серуендеуге шығаруды ұсынады. Кешкі аста Мейнім өзінің тамағын арнайы құрылғымен ішеді. Тіпті кешкі астың өзінде ол өзінің қорабын шешуден бас тартатын еді. Қатты дауыспен әкесі балалары оны тыңдауын сұрайды. Бірақ балалары оған сөйлеуге мұрша бермейді. Тіпті әкесін қандай да бір ауруға шалынған деп ойлайды. Әкесі ол ауру емес екенін түсіндіреді. Жай ғана қызының бауырымен бірге мектепке барғанын қалайды. Қызы болса ол әзілдеп тұр деп онымен ұрса бастайды. Бірақ әкесі өзінің шешімінен ешқашан бас тартпайтынын түсіндіреді. Тіпті ұлының өзі әкесінің сөзіне таңғалады. Мейнім болса оны жек көретін айтып өзінің бөлмесіне кіріп кетеді. Қыз 1 сағат бойы жылап паника тудырады. Ол барлығы оны қораққа бола мазақтайды деп ойлайды. Бірақ қорапты ешкім оны ұсқынсыз деп айтпас үшін тағып жүруді шешеді. Бауыры Мейнімнің көңілін көтеру үшін оған жаңа қорап алып келеді. Тіпті ол қорапты безендіруді ұсынады. Қыз сол кезде өзінің басында тұрған қорапты шешеді. Ол ұсқынсыз емес болып шығады. Бауыры оған қорапқа бола ешкімді күлдіртпейтінін айтады. Азанға қарай әкесі балаларын мектепке апара жатады. Қыз болса бауыры көліктен шығып бара жатқан кезде қатты демала бастайды. Әкесі болса оны тыныштандыру үшін өлең қойып береді. Мейнім әкесінен алдыңғы жолы ұрысқаны үшін кешірім сұрайды. Тіпті оған көмектесіп жатқаны үшін де рахмет айтады. Ол көліктен шыққан бойда әкесі оны көріп жылай бастайды. Себебі қызының өміріне қатты алаңдайтын еді. Мейнім мектепке кіретін кезде терең тыныс алып алады. Бірақ оның басындағы қорап бәрінің көзіне түседі. Барлығы оны саусағын шошайтып әңгіме қыла бастайды. Қыз болса одан сайын үрейлене бастайды. Бәрінің күлкісі қыздың есіне бұрын болған оқиғаны түсіреді. Мейнімнің басы қатты айнала бастайды. Кейін ол құлауға шақ қалған кезде бейтаныс жігіт келіп оған көмектеседі. Оның басында да шлем бар, және ол өзін Мит деп таныстырады. Қыз жүгіріп бара жатып ең танымал жігітке соқтығысып қалады. Бірақ ол қасындағы достармен бірге оның бетінде тұрған қорапты шешуін сұрайды. Оларды Мит тоқтатады.
Жігіт болса өзінің шлемін шешіп түрін көрсетеді. Мұғалім классқа қызды таныстырып жатқан кезде ол қатты уайымдайды және сыныптастарына қыздың оқиғасын түсіндіріп береді. Мұғалім болса қызды көп мазақтамауын сұрайды. Бірақ көп жасөспірімдер оның бетін көрсетуін сұрап мазақтай бастайды. Кейінірек екі жігіт қыздың қораптан қалай тамақ жеп жатқанын көріп, одан бетін шешуін талап етеді. Барлығы жігіттердің қалай қызды мазақтап жатқанын көреді. Бірақ көмектесудің орнына көбісі күле бастайды. Соңында Мэйн жылап тамағын жемей сыртқа шығып кетеді. Саябақта отырған кезде қыздың жанынан Мит шығады. Жігіт болса қызға тамағының жартысын ұсынады. Өйткені Мэйн өз асын ішпей кеткен еді. Мэйн онымен жақсы сөйлесе бастайды. Екеуі түрлі әңгімелерді айтып күліп отырады. Бірақ қыз ертең сабаққа келмейтінін түсіндіреді. Мит болса қыздың сабаққа өзі үшін келуін сұрайды. Сабақ біткеннен кейін бұзақылар мен Мит кездеседі. Кешке қарай олар кездесеміз деген жеріне келеді. Олар Митті бірге бір төбелесуге шақырады. Ары қарай төбелес болады. Мит болса бірінші соққыны береді. Бірақ қарсыласы да осал емес болып шығады. Мэйн балдарды ажырату үшін келген кезде кенеттен полиция қызметкерлері келеді. Балдар жан-жаққа қаша бастайды. Біраздан кейін жігіт қыздың қорабын шешеді. Оның түріне үнсіздікпен қарап қалады. Бірақ Мэйн оның ұсқынсыз түрінен жиіркенішті түрмен қарап тұр деп ойлайды. Соның салдарынан қыздың бұрынғы кездері есіне түсіп талып қалады. Мэйнім көзін ашқан бойда ауруханада жатқан көреді. Біраздан кейін өзінің қорабы жоқ екенін байқап, оған маска беруін сұрайды. Әкесі болса қызын мектепке бергені үшін қатты өкінеді. Ол болған жағдайға өзін кінәлап, қызына үйіне оқуға мұршат береді. Бірақ қыз мектепке барғысы келетінін баяндайды. Өйткені мектептегі ең танымал жігіттен кек алмақшы болады. Келесі күні жігіт қызбен сөйлеспекші болады. Тіпті оның қасына келіп, оның сұлу екенін айтып, неге қорап тағып жүргенін сұрайды. Сол жерде досы шығып, кешегі оқиға үшін жігітті ұра бастайды. Бірақ жігіт сонда да қыздың маскасын шешуге тырысады. Бірақ оның досы бұған жол бермейді. Олар қайттан төбелесейін деп жатқан кезде Мэйн оларды ажыратып жібереді. Сол жағдайдың кесірінен екі әдемі жігіт қорап тағып алған қызға таласып жатыр деген қауесет интернетке тарайды. Мэйн жігіттерге оның өмірін қиындатып жібергені үшін айқайлайды. Бірақ Зеро оған тек көмектескісі келгенін айтып күледі. Және жігіт Мит қызды жақсы көреді деп ойлайды. Мит те солай ойлайтын еді. Мит жігіттен шынымен қызға ғашық болдың ба деп сұрайды. Бірақ Зеро оны жақсы көрмейтінін айтып, оның ұсқынсыз екенін есіне түсіреді. Қыздың есіне түсіп, осы сөздерден кейін талып қалады. Мит оны үйіне алып кетеді. Келесі күні Мэйн өзінің қалыпты өміріне қайта оралады. Ол ешкіммен сөйлескісі келмейді және түрін жасырады. Әкесі мен баласы осы жағдайда не істей алатыны жайлы ақылдасып жатады. Бірақ кенеттен есікті біреу қағып тұрады. Барып қараса, Зеро қыздан кешірім сұрау үшін келіп тұр екен. Бірақ бауыры Зероның ішке кіруіне қарсы еді. Өйткені Мэйнді қайтан депрессияға жіберген осы жігіт екенін айтады. Азанда Мит қызды көру үшін келеді. Бірақ қыз оны да бөлмесіне кіргізбей қояды. Бауырының өтініші бойынша Мит үйректен жасалған қорапты киеді. Мэйн болса есікті ашып, бұған қатты күледі. Сөйтсе жігіт өзінің шлемінде де үйректің басын істеп алған екен. Олар үйректің басын киіп алып, Дефт Пунк атты группа ашуды жоспарлайды. Негізінде жігіт оны мектепке қайтуын сұрайды. Қыз мектепке баруға келіседі. Азанда Митпен бірге мектепке келген кезде қыздан Зеро кешірім сұрау үшін келеді. Бірақ Мит болса екеуінің арасына түсіп, Зероны итеріп жібереді. Екеуі мектепте отқан кезде Азон есімді қыз келіп, одан өтініш сұрайды. Өтініші онымен бірге жүру еді. Асханада отырған кезде қыздың жанына топ адамдар жинала бастайды. Сонымен қатар қызға барлығы дос болайық деп ұсыныс тастайды, бірақ қыз жоқ дейді. Қыз мектепте оның бауырын Зеро ұрып жатқанын естиді және оған көмекке барады. Бірақ көмекке барған кезде Зеро оған бауыры бірінші төбелесті бастағанын айтады. Мэйн болса жынданып жігітке оған бұзақы екенін айтады. Сонымен қатар өзінен әлсіз адамдарға тиісе беретінін де баяндайды. Мэйн оған ешқашан әлсіздерге тиіспеуін сұрайды. Ал жігіт болса, егер қыз өзінің қорабын шешетін болса, ешқашан әлсіздерге тиіспейтінін айтады. Тығырыққа тірелген Мэйн өзінің қорабын шеше бастайды. Барлығы қыздың сұлулығына қарап тамсанып қалады. Бірақ кейін қыз Митке барып, оның түрін бәрі көргенін айтып, жігітті құшақтайды. Мит болса қыздың оны құшақтағанына таңғалып, оны тыныштандырады. Мэйн түскі асты ішіп жатқан кезде бауыры оған оның түріне жазған пікірлерді көрсетеді. Барлығы оның сұлу, әдемі екенін жазған, бірақ қыз оған сенбейді. Түнге қарай Мэйн ұйықтауға дайындалып жатқан кезде айнаның ашық екенін көреді. Айнадан Зеро кіріп, оның сөйлемеуін сұрайды. Сонымен қатар кешегі болған оқиғаға кешірім сұрайды. Жігіт қызға әдемі екенін айтады және одан әдемі қызды бұл әлемде кездестірмегенін баяндайды. Қыз болса Зероның сөздеріне ойланып қалады. Және түнге қарай ол онлайн адамдарға өзінің суретін жібереді. Ал адамдар болса оның қандай әдемі екенін айтып тамсанады. Бүкіл адамдардың оның әдемі екенін айтып жатқан көрген қыз 3 жылдан кейін өзінің түрін айнадан көрмекші болады. Қыз айнаға қараған кезде өзінің сұлулығына тамсанып қалады.
Тіпті соншалықты сұлу болғанына өзін сендіре алмай тұрады. Келесі күні Мэйн мектепке қорапсыз барады. Барлығы оған күлмей сұлулығын айтып тамсанып жатады. Осымен фильм аяғына да жетеді. Фильм жайлы пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Сонымен қатар видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кинофан арнасы, барлықтарыңызға сау болыңыздар.